Сәлем достар, каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен бірге ұлу жылындағы тауешкілерге арналған жылды жорамалмен танысатын боламыз. 2024 жылы тауешкілерде тұрақтылық пен бірте-бірте өсу үрдісі мен табысты болады. Дегенмен жыл біраз қиындықтармен басталуы мүмкін. Қаңтар мен ақпанда сіз не істесеңіз де оңай жеңе алмайтын кейбір кедергілерге кезігесіз. Нақты қиын жағдайлар болмаса да, жағымсыз ойлар сізді басып, мазасызданып, күйзеліске ұшырайтыны таңқаларлық емес. Сіз жұмыста немесе үйде жақын адамдарыңыздың алдында жалғыздықты және бағаланбағаныңызды сезінуіңіз мүмкін, немесе қандайда бір жетіспеушілік сезімін сезінуіңіз мүмкін. Бұл кезең өтеді, бірақ бұндай тәжірибелер шынымен де сіздің басыңыздан өтсе, кейбір нәрселерді қайта ойластыру және белгілі бір адамдармен қарым-қатынасыңызды қатысты шешімдер қабылдау үшін кезеңді пайдалану жақсы болуы мүмкін. Жылдың басына жақын тауешкілердің мансабында сәттілік болады. Қызмет көрсету саласында жұмыс істейтін адамдар барлық тауешкілердің сәттіліктеріне ие болады. Сәттілігіңізді жақсарту үшін әріптестеріңізбен жақсы тіл табысуға тырысыңыз. Жылдың екінші жартысы бизнесте, сатуда, жылжымайтын мүлікте және ұқсас кәсіптерде жұмыс істейтін тауешкілер үшін ең бақытты кезең болады. Сондай-ақ іскер серіктесіңізді жақсырақ білуді қарастырыңыз. Жақын әріптесіңізбен қарым-қатынасыңыз неғұрлым жақсы болса, 2024 жылғы жылы жорамалының болжамы мансаптағы сәттілігіңіз соғұрлым жақсы болады. Толығымен тауешкі сіз өзіңіздің мақсаттарыңызға бағытталған жұмыс жасайсыз және ештеңенің сізді алаңдатуына жол бермейсіз. Барлық күш-жігерге қарамастан сіз наурызда аздап күш жинай аласыз және тек ең қажетті нәрселерді жасауыңыз керек. Сәуірдің ортасы мен маусымның ортасы іскерлік мәмілелер мен келіссөздер үшін өте қолайлы. Тауешкілер не қалайтынын нақты біледі және өздерін сенімді түрде бекітеді. Жеке өмірде де кәсіби тұрғыда да өзіңізден жақсы нәтиже алыңыз. Бұл сізді және сіздің шотыңыздың балансын қуантады. Ол енді айтарлықтай көтерілуі мүмкін. Тамыз айы да сәтті өтеді. Қазан айында сабыр сақтап, туындаған мәселелерді тактика мен эмпатия арқылы шешуге болады. Жылдың қалған бөлігінде үлкен табысқа жетесіз. Тауешкілердің денсаулығына келер болсақ, олардың денсаулығы мықты. Өйткені олар оған қамқорлық жасайтын және мүмкіндігінше өздеріне қамқорлық жасауға тырысатын адамдар. Денсаулығы жақсы тауешкілер жылдың қиындықсыз және асқынусыз қалай өтетінін көреді. Сондықтан олар тек осы уақытқа дейін жасаған жолмен өздеріне күтім жасауды жалғастыру керек екенін есте ұстауы керек. Аурудың қандай да бір түрін жұқтырған немесе дертке шалдыққандарға биылғы жылдың өте жақсы болатынын айтуымыз керек. Өйткені оларда бар нәрсенің барлығы дерлік ұмытылады. Симптомдар ұзақ уақыт бойы жоғалады және олар тіпті толық емделгенін сезінуі мүмкін. 2024 жылы тауешкілер өзінің махаббатын кештерде немесе отбасылық жиналыста кездестіруі мүмкін. Бірінші некесі сәтсіз аяқталған адамдар өте сәтті кезеңді күтеді. Бұл адамдарға бір ғана кеңес: танысуға және қоныстануға асықпау керек. Ешбір тарапқа олар сенімді емес. Қарым-қатынасқа түсу жақсылыққа әкелмейді. Шілде айының ортасында көңіл көтеру үшінде оқу үшінде шетелге саяхаттау мүмкіндігіне ие боласыз. Бұл керемет мүмкіндікті пайдаланыңыз, бірақ мүмкін болса жалғыз бармаңыз. Міне достар, ұлу жылындағы тауешкілерге арналған жылы жорамалым осымен тәмам. Егер де менің видеом сіздерге ұнап жатса, каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет.